Чемпиондар лигасына шыққан Қайрат, ерлік жасаған Анарбеков, Алматыдағы тарихи түн қалай өтті? Өткен түнде алматылық Қайрат алғаш рет Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне шықты. Чемпиондар жолында алматылықтар словениялық Олимпия, Финляндияның Купс, словакиялық Слован және Шотландияның атақты Селтик футбол клубын жарыстан шығарды. Бұл ойында ерекше көзге түскен ерлік жасаған 21 жастағы қақпашы Темірлан Анарбеков Селтиктің 3-1 пенальтиін қайтара отырып, қазақ футболының жаңа қаһарманына айналды. Бір түнде оның парақшасына 60 мыңнан астам жанкүйер жазылды. Ойыннан кейін Алматы таңға дейін ұйықтамады. Қалада нағыз футбол атмосферасы орнап, көшелерде әндеткен жанкүйерлер, сары жалауын желбіреткен балақайлар, көліктердің ұшуы, бәрі сүйікті командасының жеңісін тойлады. Ал Қайрат футбол клубы Чемпиондар лигасына шыққан үшін 18,6 миллион евро, шамамен 11 миллиард теңге табысқа ие болды. Енді бәрінің ойында бір ғана сұрақ: Алматыға қандай алып клуб келеді? Бұл сұрақтың жауабы 28 тамыз күні өтетін жеребе тарту рәсімінде белгілі болады. Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Бавария немесе ПСЖ болуы мүмкін. Бұл дегеніңіз Мбаппе, Ламин Ямаль, Винисиус, Мохамед Салах, Усман Дембеле сынды жұлдыздар Алматыға келіп ойнауы әбден мүмкін. Ендеше алдағы ойындарда Қайраттың асығы алшыннан түссін деп тілейміз. Ал сіз қай клубтың келгенін қалар едіңіз? Пікірге жаза кетіңіз.